Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, тәтті, хрустящий, ұсақ ши бауырсақтар дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Ең алдымен бізге ұн қажет. Ұнға өсімдік майы немесе кулинарный жир дейді. Соны саламыз. Қант, ас содасы және осының барлығын тұзды суға илейміз. Қамырды өте жұмсақ немесе қатты ғып илеп қажет жоқ, орташа ғып илейміз. Қамырымызды илеп, жарты сағатқа салфанға салып қоямыз. Содан кейін қайтадан илейміз. Тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырымызды жаямыз. Видеода көрсетілгендей ұзын түрде кесіп шығамыз. Енді дөңгелектеп кесіп шығамыз. Осылай ұсақ түрде барлығын кесіп шығамыз. Қамырымызды міндетті түрде орамалға жайыңыздар. Себебі пленкаға жайсаңыздар, суланып кетеді. Енді қамырдың екінші бөлігін ұзынша етіп кестім. Табаға кулинарный жирмен сұйық майды араластырып қыздырып алдым. Және осыған бауырсақтарымды пісіреміз. Міндетті түрде бауырсақты салғаннан кейін араластырыңыздар. Бауырсақты қатты отта пісіреміз. Қызарған кезде алып шығамыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бауырсақтар өте дәмді шығады. Видеом ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.